Неге қазақтар келіннің бетін ашқан? Бұл жай ғана дәстүр емес, бұл жаңа өмірдің басталуы. Ертеде келін жаңа әулетке келгенде, оны бүкіл ауылға таныстыру үшін беташар жасалған. Бұл келіннің жаңа отбасын құрметтеуі және үлкендерге сәлем салуы. Беташар жырмен айтылады, домбыра үнімен әр туыстың аты аталады. Бұл сәт келін үшін жаңа өмірге жол. Ол енді осы әулеттің бір мүшесі. Соңында келіннің жүзі ашылады. Бұл жаңа бастаманың белгісі. Беташар тек рәсім емес. Ол үлкенге құрмет, отбасы бірлігі және дәстүр жалғастығы. Беташар дәстүрі қайдан шыққан? Беташар қазақ халқының өте көне үйлену салттарының бірі. Ол көшпелі қоғамда, қазіргі Қазақстан аумағында өмір сүрген қазақ тайпалары арасында қалыптасқан. Тарихи шығу тегі ғалымдардың айтуынша, беташар дәстүрі көшпелі дәуірден, шамамен бірнеше ғасыр бұрын пайда болған. Оның негізгі мақсаты бір келінді жаңа әулетке ресми таныстыру. Бұрын адамдар үлкен рулар мен ауылдар болып өмір сүрген, сондықтан жаңа келген келінді бәрі тануы керек болған. Екі үлкендерді құрметтеуді көрсету. Беташарда келін әр туысқа сәлем салады. Бұл тәрбиелік мәні бар белгі. Үш отбасы иерархиясын түсіндіру. Беташар жырында қайын-ата, қайын-ене, ағайындар аталады. Осы арқылы келін жаңа ортасын танып біледі. Жаңа өмірдің символы. Бетін ашу, бұрынғы өмірден жаңа отбасыға өткенін білдіретін рәміз. Неге дәл бет ашу? Ертеде келіннің жүзі тойға дейін жабық болған. Себебі ұят пен инабаттылықты білдірген, жаңа әулетке құрмет көрсетудің белгісі болған, ал беташар сәті ерекше рәсім ретінде сақталған. Сондықтан беташар тек шу емес, тәрбиелік, әлеуметтік және рухани мәні бар дәстүр болып қалыптасқан. Беташар қазақ халқының көне әрі қасиетті дәстүрлерінің бірі. Бұл рәсім ғасырлар бұрын көшпелі өмір сүрген қазақ қоғамында пайда болған. Сол кезде жаңа түскен келінді бүкіл ауылға таныстыру маңызды болған. Сондықтан арнайы беташар жыр айтылып, келін жаңа әулетінің әр мүшесіне сәлем салған. Бұл үлкенге құрмет пен отбасы бірлігінің белгісі. Келіннің бетін ашу оның жаңа өмірге қадам басқанын білдіреді. Осылайша беташар дәстүрі бүгінге дейін сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Осындай видеолар ұнаса, каналыма жазылыңыз.